медицина саласында көп басшылардың қазір халыққа қалай қызмет көрсететінін көріп жүрміз, иә. Ақшаға дүниеге құныққан, ардан безген кейбір врачтардың осы айда науқас аз, ақшам аз, көңіл күйім жоқ дейтіндер де бар екен. Мұндай врачтар алдына жаны қиналып ауырып келген науқастардың қалтасындағы соңғы тиын беруге дайын тұратынын біледі. Осындай пейілдері бұзылған заманда адамдардың адамдығын тілейтін, қолынан келгенше адал қызмет ететін врачтар да бар екен. Жақын күнде менің бір оқырманым маған хабарласып, өзінің жағдайын айтып, менің емімді тек бір ғана емдей алады, телефон номерін берсем сөйлесіп бересіз ба деп өтініш жасағаннан кейін, мен ол кісінің көңілін қимай врачқа тікелей хабарласып жағдайды айтқан кезімде, менің бір ауыз сөзімді жоқ демей науқасты қабылдап, өзінің емханасында 10 күн ем алып жатқызып шығарды. Науқас өзінің аты жөнін атамауды өтінді. Науқасқа қол ұшын беріп көмектесіп үлкен ерлік жасаған ағамыз Шымкент қаласы Шымкент Сити Бозарық деген жерде өзінің жақында ғана жеке клиникасын ашқан Әбдуалиев Әшірбек Әбдуәліұлы деген ағамыз. Осы видеоның астына қазір мен парақшасын белгілеп кетемін, қарап көрсеңіздер болады. Әшірбек ағамыздың бұл еңбегі, бұл ісі, әрекеті көпке үлгі боларлық игі іс болды. Барлық медицина саласының қызметкерлеріне, басшыларына осындай адал еңбек, адами қасиет тілеймін. Ал Әшірбек ағамызға жасаған жақсылығыңыз Алладан еселеп қайтсын дегім келеді.